Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен сникерс тортының оңай рецептімен бөліскім келеді. Олай болса, видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындап көріңіздер. Ең алдымен біз тортымыздың бисквитін дайындап аламыз. Ол үшін біз жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын екі ыдысқа бөлеміз. Біздің ыдысымыз міндетті түрде құрғақ болуы қажет. Енді жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызына қантты бөліп салып аламыз. Енді жұмыртқаның ақ уызын жақсылап миксерлеп көпіртіп алуымыз қажет. Осымен біздің жұмыртқамыздың ақ уызы дайын болды. Осылай ешқандай да ыдыстан ақпайтындай күйде болуы қажет. Енді біз жұмыртқаның сары уызын жақсылап миксерлейміз. Дайын болған сары уыздың үстіне жылы сүтті қосып жақсылап миксерлейміз. Сүт пен сары уызды жақсылап араластырып болған соң, оның үстіне сұйық майды қосамыз. Барлығын жақсылап миксерлеп болған соң, оның үстіне електен өткізіп ұн, қопсытқыш және какаоны қосатын боламыз. Осымен біздің жұмыртқамыздың сары уызы дайын болды. Енді жұмыртқаның ағын лопатканың көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Оны миксерлеудің қажеті жоқ, себебі миксер ақ уыздың формасын құртып жіберуі мүмкін. Осымен біздің қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырды біз 4 бөлікке бөліп пісіретін боламыз. Бисквиттеріміз жабысып қалмас үшін пергамент қағазын қолданыңыздар. Енді осыны 4 бөлікке бөліп жақсылап пісіріп аламыз. Міне біздің бисквиттеріміз дайын болып шықты. Енді торттың кремін дайындаймыз. Ол үшін творожный сырға қантты қосып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Творожный сыр осындай қалыпқа келген кезде, оның үстіне салқындатылған кілегейді қосып, екеуін жақсылап миксерлейміз. Кремімізді дайындап болған соң, тортымызды жинайтын боламыз. Ол үшін бірінші бисквитке спатуланың көмегімен кремді барлық жеріне бірдей етіп жағып шығамыз. Кремді бірдей етіп торттың бетіне жағып болған соң, енді шеттеріне тағы да крем жағып шығатын боламыз. Оны спатуланың көмегімен жақсылап тегістеп, ортасына салмасын қосамыз. Бисквитіміздің соңғы бөлігін қойып, оның бетіне қалған кремді жақсылап жағып шығамыз. Дайын болған тортты 4-5 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Тортымызды тоңазытқыштан алдық, енді оның бетіне ганашты құятын боламыз. Ганаштың дайындалу жолын рецепттен таба аласыздар. Енді торттың бетін ганашты құйып алған соң жақсылап тегістеп аламыз. Міне осымен біздің тортымыз дайын болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Егер сіздерге видео ұнаса,
лайк басып каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.